Оның температурасы 800-900 Цельсий градусқа дейін барады. Оның түтіннің құрамында азот көмір қышқыл газы болады. Стоп! Біз мәселенің ішіне тым бойлап кетіппіз. Менің айтып отырғаным от болатын. Оттың іші. От көп болса не болады? Астана, 2013 жылдың 14 сәуірі. Ымырт кеш. Бауыржан Момышұлы көшесінің бойында орналасқан мына шағын сарай кенет көк түтінге оранды. Өрт сөндіру қызметі жедел жетіп, тілсіз жаумен арпалысады. Ал жиылған жұрт қызыл жалынды көріп, жүрегі бір сәтке тоқтаған кейуанамен әуре. Сол сәтте лаулаған от ішінде шына шақта екі баланың шырылдап жатқаннан бәрі бейхабар еді. Үлкені 2 жаста, кенжесі күні кеше 40-нан шыққанды. Амал не, қысқа болды ғұмырлар. Тілсіз жауды жазғырамыз-ау, бірақ әлі есі кірмеген бала мен бесіктегі сәбиді қараусыз қалдырған ата-ананың жауапкершілігі жаныңды қынжылтады. Балаларды ата-аналары қараусыз жаңағыда тастап кетіп, өрт алдын ала болжам бойынша осы пеш жаққан кезде өрт қауіпсіздік ережесі сақталмағаннан болып отыр деген болжам бар. Елордада мұндай тұрғын жайда тұрып жатқан тұрғын көп. Барлығындағы үй жылытатын пештердің сыйқы сұрықсыз. Әрине, өртке қарсы қызмет мұны ескертті, бірақ елеген ел аз әзірге. Бұл 2013 жылдың 7 сәуірінде Қарағанды қаласында болған оқиға. Шамамен сағат тілі 15-ке жақындап қалғанда Самал сауда орталығы отқа оранады. Екінші қабаттағы қоймада тұтанған қызыл алау алагеуінде шатырға дейін жетеді. 100-ге жуық адам жұмылып, 40 техника жабыла су шашса да, өрт шырмауын қоймады. 2000 шаршы метр жерді шарпыды. 15 адам қауіпсіз жерге көшірілген. 3 сағаттық арпалыстан соң тілсіз жау ауыздықталды. Бұл базар бір емес, 15-ші мәрте өртеніп отыр осымен. Себеп, өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталмауы, біреулердің сарандығы. Ол мүмкін біреудің қасақана өртеуі болар, яумаса электро құрылғылардан, яумаса жаңағы әртүрлі электро бұйымдарды дұрыс пайдалана білмегендіктен техникалық ақаулардың болуынан болуы да ықтимал. Бір қызық жай, Шымкенттегі жиі өртенетін сауда орталығының да атауы Самал. Түрі де, түсі де ұқсас. Есін білмедік. Оңтүстіктегі сауда кешені 2009 жылы алапат болып өртенді. Саудагер жұрт көше кезіп, біразы өлмектің күйін кешкенді. Машина сыймайды бар отаға. Машина сыйғанда бар отаға, машина кіргенде біздің мұна екі ата жанбас еді. 2012 жылы ел аумағында 17 мыңға тарта өрт оқиғасы орын алған. Мұны 2011 жылмен салыстырсақ, 11% артқан. Ал жалпы шығын мөлшері 5 миллиард 615 миллион теңге. 521 адам қаза тапса, оның 59-ы балалар. Ұққан шығарсыз енді, нәсіп еткен суды өрт өршімей тұрып себу керек екенін. 17 жылдан бері өрт сөндіру саласында қызмет істеп келе жатқан талай жанды құтқарған Астана қаласы нөмірі 9-шы өрт сөндіру бөлімінің бастығы Ахмет Садық мырзаны қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қош келіпсіз студиямызға. Мынау өрт сөндіру бөлімінің бастығы деп жатырмыз. Бастығы ғой? Солай болады. Өзгермеді ме әлі? Өзгерген жоқ. Түсінікті. Енді Құдай сақтасын, сол өрт жанып жатқан жерде болмапты, немесе өрт болып жатқан үйдің жанынан табылмапты. Бірақ өрт болып жатқан кезде қандай жағдайлар болады? Ауасы, қысымы қалай ішіндегі? Қызуы өте жоғары болады. Өте жоғары болады. Екіншіден қою түтін ештеңе көрмейді. Соның көрінбеген жағдайда осы аппаратты киіп, осының арқасында жаңағы қою түтін ішіне кіреміз. Яғни бұл тыныс алуға өте тыныс алуға жеңіл, ыңғайлы. Жұмысын жеңілдетіреді ғой, өрт сөндірушінің? Әрине, оттың алдын алуға жеңілдетеді. Салмағы осы қазір киіп тұрған күйінде 18 килограмм болады. Мынау өрттен аман алып қалады ғой, жанбайды ғой? Жанады, өрттен жанады. Бұл 1000 температураға, 1000 градус температураға шыдайды, бірақ 3 минуттың ішінде. 3 минут? Ол жаңағы
тігетін фирмалар, Иә. олар испытание жасайды ғой жаңағы, сол кезде ғана. Сынақтан өткізген кезде 3 минутқа иә, максимал түрде шыдай алады. Иә. Енді жеке өзіңіздің өміріңізге оралайықшы, мынау өрт сөндіру саласында қанша адамды құтқардыңыз, қанша адамды құтқара алмадыңыз? Құтқарамадым деп айта алмаймын, бірақ құтқарған адамның есептеген жоқ. Санап жүргізбедіңіз. Санап Қуанышты сәттер өте көп. Әрине. Енді ең маңыздысы дейік, аман қалу үшін не істеу керек, қандай шараларды қолдану керек? Енді біріншіден жаңағыдай үйде өрт шыққан кезде байқадыңыз ғой да, түтін шығып жатыр, қатты қою түтін. Жаңағыдай орамалды, матадай болмаса суға малып, сосын бетіңіз жауып, үйдің есігінен шыққан кезде үйдің есігін ашып тастап кетпеу керек. Есікті жауып қою керек. Неге десеңіз, оған қалай айтамыз, кислород үйге кіреді ғой ашылғаннан кейін, одан өрттің жалыны көбейеді. Сондықтан есіктерін жауып қою керек. Біріншіден. Екіншіден, е болмаса қолыңызға ондай нәрсе түспейтін болса, еңкейіп полға еңбектеп дейміз ғой, қазақша айтқанда. Еңбектеп шығып, есік жауып қою керек артынан. Сосын әрине бізге уже орталыққа өрт сөндіру хабарласу керек, 101-ге. Құрметті көрермендер, бүгін бізде орталық хабарда Астана қаласы нөмірі 9-шы өрт сөндіру бөлімінің бастығы Ахмет Сыдық мырза болатын. Рахмет.